Құрметті ата-ана, сізге үй жағдайында көру қабілетіндегі бұзылысы бар балаларға арналған үй бағдарламасын дайындаған болатын. Осы үй бағдарламасының мақсатын сізге түсіндіріп өтейін. Көру қабілетінде бұзылысы бар балаларды негізгі қоғамдық ортаны қабылдауы шектеледі. Бұл әрине баланың даму қарқынына да әсер етеді. Яғни баланың кеңістікті бағдарлауын, қоршаған ортамен қарым-қатынасын, моторикасын шектейді. Яғни бұл баланың оқуына да, жазуына да кері әсерін тигізеді. Сол себепті осы үй бағдарламасында ұсынылған тапсырмаларды, жаттығуларды күніне 1 сағат балаңызбен бірігіп орындап отырғаныңыз жөн. Баланың моторикасын дамыту қажет, яғни күнделікті азанда міндетті түрде балаға физикалық жаттығуларды жасауға қалыптастырыңыз. Сонымен қатар баланың іс-әрекетті белгілі бір реттілікпен орындауына дағдыландырыңыз. Мысалы, ол күнделікті қайталанатын, ол азанда ұйықтан тұрған кезде алдымен қолыңды жуу, содан кейін бетіңді жуу деген сияқты іс-әрекеттерді балаңызбен бірігіп орындаңыздар. Балада сол арқылы, күнделікті қайталану арқылы өз бетінше орындау дағдысы қалыптасады балада. Келесі, баланың сөйлеу тілін дамыту қажет. Балаңызбен көп сөйлесіңіз және баланы айналадағы іс-әрекеттерді орындау барысында дұрыс сөйлеуге, сөз тіркестерін дұрыс қолдануға, ойын анық ашық жеткізе білуге үйрету қажет. Сонымен қатар баланы қоршаған ортамен, достарымен, қатарластарымен қарым-қатынасын шектемеген абзал. Көздің бұлшықеттерін нығайту үшін балаға спорттық ойындардың да әсері жақсы. Оның ішінде үстел теннисі, баскетбол, волейбол, допты тебу, допты қабырғаға лақтыру сияқты ойындар баланың кеңістікті бағдарлауына жақсы әсер етеді. Сондықтан баланы әрқашан спортқа беріп, осы спорттық ойындар арқылы дамытып отыру қажет. Үйде бала кітапты оқығанда, қағаз жазғанда баламен кітаптың арақашықтығы 35-40 см болуы қажет. Оқу барысында балаға жарықты сол жағынан немесе жоғарыдан түсіп тұруын ата-ана қадағалау қажет. Үстелде, партада баланың дұрыс отыруын қадағалаңыз және жүріп келе жатқанда, көлікте баланың кітап оқымау қажет. Бала теледидарды көргенде теледидармен баланың арақашықтығы 2,5-3 метр болуын ата-ана қадағалау қажет. Теледидарға өте жақын отырмау керек. Және баланың жасына қарай кітап оқу ұзақтығын түсіндіріп өтейін. 6-7 жаста 10 минут кітап оқу керек бала. 7-10 жаста 15 минут, 10-12 жаста 20 минут кітап оқу қажет және 12-15 жаста 25 минут кітап оқу қажет бала. Яғни осылай көрсетілген уақыттан кейін көзді демалдырып, көзге арналған жаттығуларды жасау қажет. Осы үй бағдарламасында мен сізге балаға арналған үйде жасайтын жаттығулар тізбесін дайындаған болатынмын. Осы жаттығуларды үйде балаңызбен бірге орындасаңыз болады. Ата-ана үйде баламен бірге іс-әрекетті орындау барысында, сабақ оқығанда баланы жарайсың, мен сені мақтан тұтамын, сен дұрыс жасадың деген сияқты жылы сөздерін арнап, баланы әрдайым ынталандырып отыруымыз қажет. Сізге осы үй бағдарламасы түсінікті болды деп ойлаймын. Осы үй бағдарламасын балаңызбен бірге үй жағдайында орындап жүріңіз. Рахмет, жақсы түсінікті болды. Осы үй бағдарламасын балаңызға үшін арнайтын боламыз.